Жүректегі мұз сериалының 96 бөліміне қысқаша шолу жасаймыз. Сумрудың отбасы келіп анасынан кешірім сұрайды. Сумру айтады, әкеңмен ақша үшін ғана үйленді дегенге сендер сеніп қалдыңдар. Мен соған қатты күйіп кеттім. Маған тек анам мен Мелек қана сенді. Біз сені қатты ренжітті қызым, не десең де сенікі дұрыс. Мен де кінәлімін, саған сендім, бірақ балаларды саған сендіре алмадым. Мен сені олардан қорғауым керек еді. Сумру айтады, я апа, Мелек екеуің керемет қорғадыңдар ғой. Сумру қызым, бұнда жалғыз өзің, ана жақта отбасың. Бәріміз пендеміз, кешіріміңді бер. Тақсин де сені жақсы көретінді білесің. Бірақ кейде адам бір сәт қателесіп қалады ғой енді. Бәрімізге бір мүмкіндік бер дейді. Сумру айтады, сендер менің айтқан сөзіме сенбедіңдер. Тек Нелай келіп дәлелді айтқаннан кейін ғана сендіңдер. Жоқ, кетіңдер дейді. Кетпесеңдер мен өзім кетемін дейді Сумру. Севилай Нұхтың ауырып жүргенін біліп қояды. Нұх, сен неге маған айтпадың? Сен оны әзілдеп тұрсың ба? Бастағы ісік миға жақын жерде екен. Докторға звонда, бірге барамыз деп Нұхқа дәрігерге звондатқызады. Қонақ үйге Джиханның бұрынғы досы Пери іздеп келеді. Оны Бюньямин күтіп алады. Мен Джиханның ағасымын деп өзін таныстырады. Ал мен Перимін. Джихан мені Пери ханым деп айтады. Мен Джиханның қалыңдығымын дейді. Қалай сонда қалыңдығы? Джиханның отбасы бар, әйелі 2 қабат дейді. Бюньямин Периді Джиханның үйіне алып келеді. Үйге келіп Бюньямин, Түркан, бізге ас дайында, кофе алып кел, үйімізге қонақ келді, Пери ханым дейді. Түркан Периді Бюньяминнен қызғанып қалады. Пери мен Бюньямин кофе ішіп отқанда үйге Джихан мен Мелек кіріп келеді. Джихан отбасына Периді студенттік досым деп таныстырады. Джихан, еш өзгермепсің ғой дейді. Джихан өзінің отбасын таныстырады. Мынау менің бауырларым, мынау Сумру әпкенің анасы, ал бұл менің әйелім Мелек дейді. Мелек Периді шамалы жақтыртпай қалады. Мелек, танысқаныма қуаныштымын. Мен бөлмеме барып біраз демалайын, жолдан келіп едім. Джихан, сен өзің кейін келесің ғой дейді. Халил мен Жанан кездеседі. Халил мен Хикмет екеуі қосылып Жананды тақырға отырғызбақшы. Халил өзінің келісіп қойған адамын банкир досым деп шақырады. Жанан, сені сонымен таныстырайын, барлық мән жайды түсіндіріп береді дейді. Халилдің жалдамалы адамы келіп өзін Али Даум банкирмін деп таныстырады. Гойдара банкінде Анкара филиалында жұмыс жасаймын дейді. Жананың көзінше екеуі осы айда қордағы ақша өседі. Халил мырза, осы айда ақша көбейтіп алсаңыз болады дейді. Оны естіген Жанан қызығушылықпен сұрай бастайды. Я, бұл банктың ірі клиенттеріне арналған қор дейді. Я, капиталыңызға ең аз $500,000 салып қойсаңыз, бір жыл теспей көбейтіп аласыз дейді. Жаннаның ойы кетіп сене бастайды. Күйеуім екеуміздің ортақ ақшамыз бар еді жинаған. Мен соны алып келейін, банкке барып шешіп аламын дейді. Мені 1 сағат күте тұрасыздар ма дейді. Екеуі әрине күтеміз деп айтады. Тахсин Халилды қонақ үйлерден іздестіре бастайды. Іздестіруші адамы қонақ үйдің менеджеріне келіп, Халилды тауып бер деп ақша ұсынып кетеді. Қонақ үй менеджері оны аз сынады. Сосын тағы да оған банк карточкасында қосып береді. Жарайды деп келіседі. Кете салысымен менеджер Халилге звондайды. Сізді іздестіріп жатқаныңызды ескертіп қояйын дейді. Әрине, мен сіз туралы ақпарат берген жоқпын дейді. Жанан үйге келеді. Бюньямин оған Пери жайлы барлық өсек әңгімелерді айта бастайды. Ал Жананның бар ойы Бюньяминнің телефонын алу болады. Телефонын білдірпей алып, қазір келемін деп кетеді. Джихан Мелекке, шаршадың ба дейді. Бірақ Мелектің жүзінен қызғанышты байқайды. Әлде сен мені қызғанып қалдың ба дейді. Джихан, сонда ол Пери деген досың осы үйде бізбен бірге тұрмақшы ма дейді. Жоқ, оны қонақ үйдің біріне жайғастырамын дейді. Джихан айтады, Пери екеуміздің арамызда ештеңе болған емес, біз тек қана жай доспыз деп Мелекке айтады. Севилай мен Нох дәрігерге кездесуге барады. Екеуі дәрігерден кеңес алуға келеді. Операция қаншалықты қауіпті дейді Севилай. Әр операцияның өз тәуекелі бар, наркозбен болады, қауіп-қатер жоқ деп айта алмаймын, сондықтан сабырлы болыңыздар дейді. Алдымен пациенттің психологиясы мықты болу керек. Кейбір ісіктер операцияны жасауға өте қолайсыз жерде болады. Қолымыздан келгеннің барлығын жасауға тырысамыз дейді. Нұх мырза, уақытты жоғалтпай ертерек бастауыңызды сұраймын дейді. Жанан Бюньяминнің телефонын бөлмесіне тығып әкеліп, оның қолтаңбасын өткізіп алады.
Жаннан жұмысын бітіріп болған соң телефонды Беньяминнің қасына барып шай қойып қояды. Ал айта бер енді қандай әңгіме айтып жатқан едің дейді Беньяминге. Жаннан банкке келіп $5000 ақшаны шығармақшы болады, бірақ банктегілер бізде ондай сума жоқ дейді. Банктың барлық филиалдағы бөлімдерінен ақшаларды жинап шығарып бере алам дейді. Жаннан менің 1-ақ сағат уақытым бар, етарақ қимылдап жасап беріңдер дейді. Чек жазып береді, оған қолын қойып, Жаннан ақшаны алып кетеді. Халилге Хикмет звондайды. Халил, не болып жатыр? Бір жаңалық айтасың ба дейді. Қазір Жаннан келетін болды, ақшасымен бірге дейді. Жаннан $500,000 ақшаны алып келеді. Кешігіп қалған жоқпын ба? Шынымды айтсам, бұл ақшаны әрең шығарып келдім дейді Жаннан. Ақшаны көріп Халилдің көзі жайнап кетеді. Жаннан ханым, бұл ақшаны салғаннан кейін біраз уақыт алмауға тырысыңыз, өйткені бұл ақша көбею керек дейді. Жаннан, я, жарайды, мен қазірден бастап бұл ақшаны жоқ деп есептеп отырмын дейді. Жарайды, мен кете берейін, өз жұмысымды бастайын. Банктер 8-ге ғана жұмыс жасайды деп Халилдің адамы кетіп қалады. Севилай Нұхты уайымдайды. Нұх айтады, Севилай, уайымдама, бәрі жақсы болады. Сен әже болған кезде де мен сенің жаныңда боламын дейді. Мені кешірші, сені түсінбеген екенмін. Сенің ашу-ызаңның барлығы осы ісіктің әсерінен болған екен. Сосын Севилай мен Нұх екеуі Каппадокиядағы үйіне қайта оралады. Халилдің келіскен адамын жолда Хикмет ұстап алады. Осынша ақшамен қалай жаяу жүресің? Кел машинаға отыр дейді. Сенің келіскен үлесің қанша еді дейді. 5000 лира дейді. Хикмет 5000 лирасын беріп оны шығарып салады.